Бүгінгі күн 25 қаңтар 2026 жыл Мұқыр ауылында үлкен қуанышты күн болып тұр. Жаратушы Алланың қолдауымен Шағбан айының жақсы күнінде Қамбар Сұлтан мешітінің қасынан қатымхана салынып бітіп, ашылу салтанатына жиналып тұрмыз. Өздеріңіз білесіздер, Мұқыр ауылы Қалқаның ауылы, Нұрмолданың ауылы деп аталады. Бұл аталарымызды кейінгі ұрпақ, жастар, балалар біліп жүрсін деп аздап мақұлмат бере кетсек. Қалқа Жасарбаев атамыз осы Мұқыр ауылының тумасы, 1889 жылы дүниеге келіп, 1976 жылы қайтыс болған. Жас күннен бастап ақындық өнерімен танылып, небір додалы айтыстарға қатысқан. Қалқа атамызды жыр алыбы Жамбыл атамыз Қанжар ақын деп атауының да өзіндік себебі бар, әрі берілген жоғары баға деп білуіміз керек. Ол өзінің өмірінде 20-дан артық ақындармен айтысқан. Қалқа атамыз жастық шағында айтысумен қатар өлең шығарып, ән айтып қана қоймай, жыршылық дәстүрді де жалғастырған. Қалқа атамыздың ақындық, әншілік және сазгерлік дарынынан Қалқаның жайқоңыры, сары жазық, Қалқаның желдірмесі, Қалқаның сағынғанда салған әндері халық арасында кеңінен танымал, әрі күні бүгінге дейін айтылып келеді. 1961 жылы атамызға халық ақыны деген атақ берілген. Екінші республикалық ақындар айтысын Жамбыл атамыздың ұсынысымен Қалқа атамыз беташар жыр шашуымен ашып берген. Еңбек ері атағын 2 мәрте алған Нұрмолда атамыз 1965 жылы Мұқыр ауылына колхоз бастығы болып келіп, 2,5 жылда ауыл шаруашылық саласын басқарып жүргізуде, егіншілік пен мал шаруашылығында жоғары көрсеткіштерге жетумен қатар, ауылымызда құрылыс, мәдениет, ұлттық кадрлерді тәрбиелеу жұмыстарында бірге атқарды. Таза су мәселесін атамыз 60 жыл бұрын 120 метр тереңдіктен насоспен су шығарып, әр үйге жеткізіп берген. Қазіргі мектеп, стадион, автогараж, құрылыс, ағаш кесу, өңдеу цехтарын, қоймалар, мәдениет үйі, кеңсе үйі, парк, көшелерді жоспарлап, құрылыстары басталып кетті. Халық театрын құрып, оның ашылғанын көзімен көріп кетті. Атамыздың қарамағында істеген жұмыс істеу стилін көріп, тәрбиесі мен тәжірибесін көрген, батасын алған сол уақыттағы жас мамандар Сасықов, Әбен, Ташенов, Сұлтанбек, Абдрахманов, Өндіріс, Қойшыбай, Мырзалы, Көпбөстінов, Кеңесбай, Мерекенов, Тәуірбек ағаларымыз кейіннен әр шаруашылықтарда колхоз-совхоздардың бастықтары, аудандық сот, тағы басқа үлкен қызметтерді абыроймен атқарды. Нұрмолда атамыздың көрегендігі мен іскерлігінің арқасында Мұқыр ауылы үйлері әдемі, көшелері түзу, қазіргі жағдайда газ жүргізілген, көшелердің барлығы асфальттанып, электр жарығымен жанып тұрған, қаладан еш бір жері кем емес, ауылда тұрғанымызға мақтан етіп Аллаға шүкір айтамыз. Қазіргі кезде Мұқыр ауылдық округінде 3000-ға жуық тұрғыны бар. Ауылымызда 2 мешіт, 2 орталық мектеп, балабақша, дәрігерлік амбулатория, фельдшерлік пункт, мәдениет үйі, 2 стадион, тағы басқа ғимараттармен қатар 266 шаруа қожалықтары жұмыс істеуде. Енді міне Қамбар Сұлтан мешітінің қасына қатымхана салынып, ел игілігіне беріліп отыр. Қамбар Сұлтан деген кім? Қамбар Сұлтан қазақтың үш жүзін біріктіріп, жоңғарлардан елімізді азат еткен Абылай ханның ұлы, жалайырлар сұлтаны болған Әділдің шөбересі, яғни Әли Сұлтанның немересі. Ол 19 ғасырда өмір сүрген Жетісу өңіріндегі Жалайыр руының ішіндегі Сұпатайлардың аға сұлтаны, биі болған адам. Қамбар Сұлтан мешітін Қамбар атамыздың ұрпағы Арын Берік бауырымыз 2025 жылы салып беріп, елдің батасын алған еді. Сол кезде қасына қатымхана салсақ деген елдің өтініш арманы болған еді.
Соны ауылдың үлкен кішісі, жастары, ауылдан шыққан сыртта жүрген азаматтары, әр жылы мектеп бітірген түлектер қолдап, қаражат жинап, үлкен ауызбірлікпен ынтымақ көрсетіп, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып демекші салып бітірді. Ең бірінші ауыл жастарына айтар алғысымыз шексіз көп. Бірінші күннен бастап салынатын орнын тазалап, фундаментін құйып бастап берді. Ары қарай ризат тастаған Қазыретхан, Мұса, Тілек, Бектай бауырларымыз кірпішінен бастап қалап жабуын, құрылыс жұмыстарын толық жасады. Данияр бастаған жігіттер жылу жүйесін орнатып берсе, ішкі жұмыстарында Ербол, Бақтали, Мырзағали, Тоқтар, Аман, Алмас, Тұңғышбай, Аман, тағы басқа жігіттер қол үшін еңбек етіп жұмыс жасады. Сонымен қатар Роза Ашурова бастаған қыз-келіншектерге Оразбаева, Жанар, Қаспақова, Батима, Ырысқан, Жанаркүл сияқты және де көптеген ауылдың қыздарына ауыл тұрғындары атынан көп рахметімізді айтамыз. Ел жұрттың атынан қомақты қаражат қосып қолдау көрсеткен Абдрахманов Мұхаммед Садық атамыздың ұрпағы, Байтай Барылбек ағамыздың ұрпақтарына Садық Сансызбай, Абуов Айдар, Жарқын, Жолбаев Аманжол бауырларымызға жұмыс тоқтап қала жаздаған кезде жылу жүйесінен бастап біткенге дейін үлкен көмек көрсеткен Жарқын, Шұғайып, Мұрат, Тоқтар, Дүйсенбек, Нұрбол, Атай, Аман, Мұратбек, Хасен, Мұхаммед, Ануар бастаған Оралман ағайындардың көмегіне алғысымыз шексіз. Бүкіл ауыл жастары мен үлкендеріне соңғы күндері ұйымшылдық көрсетіп, қаражат пен қолдау жасағанның арқасында азық-түлік ыдыс-аяқтан бастап дастарханға дейін алынып, ас өткізу шарасы жоғары деңгейде өткізілді деген ойдамыз. Жалпы қатымхананы салудан бастап аяғына дейін бас-көз болып басшылық жасаған ауылымыздың ақсақалдар алқасының төрағасы Жұмай ағамызға, ауыл азаматтары Күрішбай ағамыз, Орынхан бауырларымызға алғысымыз шексіз. Ашылу салтанатына атсалысқан барлық жамағатқа, әкімшілік аппаратына, Қалқа жастар атындағы мектеп ұжымына, Қызғалдақ, балабақша, дәрігерлік амбулатория, мәдениет үйі, архив ұйымдарына және басқа да атсалысқан азаматтарға, жігіттер мен қыздарға көп рахметімізді айтумен қатар, отбасыларына амандық, денсаулық, мол бақыт, толағай табыс тілейміз. Шариғатта садақаны оң қолыңмен берсең, сол қолың көрмесін деген қағидалы сөз бар. Егерде құрметті жамағат, егерде қол ұшын беріп көмектескен ағайын, егерде кімнің аты аталмай қалса, кешірім сұраймыз. Жаратушы Алла бәрін көріп тұр ғой, сондықтан Алладан еселеп қайтса деп тілейміз. Қатымханамыз Алланың ұлықтайтын дүниеден өткен ата-бабаларымызға, әке-шешелерімізге, ағайын туыс бауырларымызға, көршілерімізге арнап Құран оқып, дұға жасап, құдайлық ас беретін қасиетті орын болуға Алла нәсіп етсін. Осының басқасында Күрішбай мен Жұмайға, Әшімханға, көмектесіп жатқан барлық азаматтарға рахмет. Дендері сау болсын. Бала-шағалар аман болсын. Тек қана жақсылық болсын. Келген қадамдарыңызға нұр жаусын, айналайын. Рахмет. Бүгін өте үлкен қуаныш болып жатыр. Осы қуанышымыз әрқашанда тек қана қуанышқа, ағайын туыстардың ауызбірлігіне жарап тұрсын. Құтты болсын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құрметті ауылдастар,
Мұқыры ауылының азаматтары бүгінгі күні мынау ауылымызға үлкен қуаныш болып жатыр. Осы қуанышқа жетуімізге осы ауылдың азаматтары ат салысып, осындай үлкен ғимарат салып берді. Сол болысқан азаматтарға көп рахмет. Әрқашанда Құдай Алла жақсылықтары алдынан шықсын. Еліміз тыныш, аспанымыз ашық болсын. Артымыздан ерген азаматтарымыз аман болсын. Алдымыздағы аға жеңгелеріміз аман болсын. Еліміз тыныш, аспанымыз ашық болып, о ниет болған ағайындардың жатқан жері жайлы, торқа болып, тек қана қуанышқа жиналайық, айналайын, еліміз аман болсын. Туымыз тұғырынан таймасын. Ал енді ағайын туған, бұл енді мына бүгінгі қуаныш негізінен осы ауылдың таза еңбегі, ауылдың азаматтарының күшімен салынды. Тек қана жаңағы солардың көктей сыртта деген жоқ, осы ағайынның біздің кім екенімізді, қандай ағайын екеніміз, қандай ауыл екенін осыдан дәлелдеуге болады. Осы салынған мекеме ғой негізінен тек қана жақсылыққа жайылсын. Мынау адам деген тумақ бар да өлмек бар дейді, өлімі азайып, осы қатымханамыздың ішіндегі тек қана асқа өткен ата-бабамыздың әруағына сиініп, соған тамақ асты, соған нәсіп етсін. Қолғабыс қайырымды садақасын өткізген, көмектескен ағайын туғанға түгел бала-шағасына рахмет айтамыз. Жасаған қайыр садақасы еселеп келсін, қазағымызға бақытты, басына дәулет оқасын. Осындай садақалар бала-шағамызға, ұрпағымызға жайылып, есіппен жассын. Аманшылық, саушылықта осындай жағдайда жиі кездесейік. Құрметті ағайын, бүгін барлығымыз осы мешітте қатымхананың ашылуына келген жағдайымыз бар. Біріншіден, қазақ атамыз айтады ғой, көп түкірсе көл деген. Сондықтан осы көптің арқасында бітіп, мынау осы ауылдың ынтымағының, ауызбірлігінің, азаматтарының арқасында бітіп отырған дүние. Сондықтан осы қатымханаға үлесін қосып, жаңағы салған азаматтарға мен тілерім отбасыларында амандық, елдері сау, үрлі-шүбірлі болып өсіп өркендесін. Қатымхананы тек қана осы қызыққа, жақсылыққа, үлкен бабаларымызға ас бергенде соған ел жұрт болып пайдаланып, тек қана қызығын, жақсылығын көрейік. Елдің бәріне көп рахмет. Әлгі осы көпшіліктің арқасында бітетін дүние, сондықтан ынтымағы жарасқан ауылымыз, ауызбірлігі жарасқан азаматтары, бірлікке жарасқан азаматтарға көп рахмет. Аман болайық, аман болыңыздар. Ел іргесі аман болсын. Құрметті ауылдастар, туған туысқандар, міне бүгін біз бір керемет қатымхана ашылып жатыр, соның куәсі болып жатырмыз. Осы қатымханаға көмектескен, басынан аяғына дейін жүгіріп жүрген кісілерге көп рахмет айтамыз. Оның барлығы жаңағы айтып жатыр браттар, ауызбірліктің арқасы. Барлықтарына мыңда бір рахмет айтамыз. Осы ауылымызда тек қана жақсылық болсын, осындай қатымхана, жаңа айтып жатыр ғой, тек қана бір үлкен астарда болатын болсын. Енді барлықтарыңызға көп рахмет. Осы ең бірінші осы көмектесіп жатқан, осы шапқылап жүрген бауырларымызға мыңда бір рахмет. Аман есен болыңыздар. Ассалаумағалейкум, құрметті көпшілік ауыл тұрғындары. Сіздерге Алланың рахмы, пайғамбардың шапағаты болсын. Осы бүгін міне ашылып жатқан қатымханамыз ұзағынан болсын. Әрдайым осы көпшіліктің, ауылдың ісіне жарап тұруға Алла нәсіп етсін. Алладан барлығымызға амандық болсын, жақсы күндер болсын. Алла тағала осы жақсы күндерден бізді айырмасын. Алла елімізге амандық, жұртымызға тыныштық қып, көк туымыз желбіреп, мәңгі аман есен жүре берейік. Тұрғындар, бауырлар, ағалар, жеңгелер, бәрілеріңді мына
қатымханамыздың ашылуымен құттықтаймын. Осы ауылымыздың азаматтарының арқасында, ауызбірлігіміздің арқасында осындай қатымхана салып, әрқашанда осы ата-бабаларымызға ас беруге дайын бір жақсы ғажайып қатымхана салғызған осы ауылдың ақсақалдар ағасы мына Күрішбай ағамыз бен Жұмай ағамыздың ауызбірлігімен осы халқымызды ұйымдастырып осынша қатымхана салған көп алғыс айтамын. Сіздердің отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық, әрқашанда үйлеріңізде қуаныш бола берсін, халқым, жұртым аман болсын, қатымханамыз құтты болсын. Рахмет. Рахим, аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Ассалаумағалейкум, құрметті ауылдастар, қонақтар. Көптен күткен қатымханамызды міне бүгін салып бітіріп, ашылу салтанатына жиналып тұрмыз. Алланың қалауымен жақсы айдың жақсы күнінде сіздермен бірге соған куә болуға, осындай бір тарихи сәтті бүкіл жамағат болып атқаруға нәсіп етіпті. Келген қадамдарыңызға Алла сауаптан жазсын. Қатымханамызды Алланың ұлықтап, дүниеден өткен ата-бабаларымызға, әке-шешелерімізге, бауырларымызға, ағайын туыстарымызға бағыштап Құран оқитын, дұға жасап, құдайлық беретін қасиетті орынға айналсын деген ниеттеміз. Қамбар Сұлтан мешітінің қасындағы салынған қатымхананы ашылу салтанатын ашық деп жариялаймыз. Қатымхананы ашу үшін лентасын қиюға, міне ортамызға облыстық имамымыз келіп тұр. Керімбек бауырымызды, ауылымыздың ақсақалы Қапытай атамызды, ауылымыздың алтын құрсақты анасы Бикен апамызды, нерде Кенжақан бауырымызды лентаны қиюға ортаға шақырамыз. Siz baştanız. Arcak şehirden başlayalım. Kısa. Stop durun. Kutlu olsun, koğuş koşulsun. Verin. Tağıl, apa mını keşfin. Al kesin. Al, bismillah, berekeli katımxana başlayalım. Ал енді құрметті ағайын, осы барлықтарыңыздың аттарыңыздан, осы ортамызда тұрған үлкен қарияларымызға, мына Ақжаулықты анамызға құрмет ретінде бір шапан жабуға рұқсат етіңіздер. Ал енді үлкендеріңіз бастап, ішіне қарай төрлетіңіздер. Шашу! Если аппарат не вас? Керемет қатымхана болды.
Ауылдастар, қонақтар, міне өздеріңіз көріп отырғандай, қатынханамыз осы ауыл тұрғындарының осы ауылда туып өсіп, қазіргі жағдайда басқа жақта тұрып жатса да, ауылың алтын бесігім деп, жүректері ауылда аңсап тұратын бауырларымыздың жиналған қаражатына салынған ғимарат. Келген қадамдарыңызға Алла сауаптан жазсын, берген садақаларыңыз Алладан еселеп айтсын. Қатынханамыз құтты болсын. Дастарханға бата жасау үшін бірінші сөзді ауылымыздың қариясы, ақсақалы Қабдай ағаға берейік. Дастарханға бата жасау. Бұл ғимарат тек қана жақсылыққа тойға жайылсын. Бисмиллахиррахманиррахим. Ата-ана болмасын, шабадық болмасын, асымызға адалдық өзімізге амандық берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Өрілдіме тірге береке бірлік берсін. Ғимаратымыз құтты болсын. Тек қана жақсылық тойға аманшылыққа соған жайылсын. Алла акбар айтқаныңыз келсін. Облыстан келген облыстық имам Ербек бауырымызға. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل
وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تلاوة القرآن وبركات الإيمان يا ربنا كريم ұлық Құранды оқыдық үміт еттік дұғайын қол жайып қабыл ет Алла өз құзырыңа мақбул ет Алла. Әуелі адамзаттың ардақтысы пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламның ұлық шарифына хадия ет. Жамиғи жалғаннан ла илаха иллалла Мұхаммад расул деп өткен момын мұсылмандарға қатысты. Және осы отырған, осы ғимаратқа ат салысқан, үлесін қосқан аға бауыр баршамыздың ата бабаларымызға, дүниеден өткен әке шешелерімізге, дүниеден өткен бауыр туыстарымызға, үш жұртымызға, Құдай Тағала елім жерімде өткен шахид болған ата бабаларымызға қабыл қылсын. Алла Тағаланың кең рахмы болсын. Таңда махшарда пайғамбарымыздың шапағаты болсын. Жатқан жайлары жайлы болып, имандары саламатта болсын. Алла Тағаланың ұлық Құранынан шаттанғай, қабырлары Құран нұрымен нұрланғай, Құран шарапатымен шарапаттанып, оларды Құран берекетімен Құдайын берекеттендіргей. Құдай Тағаланың разылығы үшін деп, барша жамағат осы ауызбіршілікпен елдің берекесімен бітіріп жатқан осы ғимаратын Алла құтты қылсын. Құдай Тағала елдің игілігіне, жақсылығына пайдалануына нәсіп қылсын. Құдай Тағаланың дінін қуаттаймын деген Алла біздерді Алла қуаттасын. Алланың дініне жәрдем берем деген Алла сіздер мен біздерге жәрдем берсін. Осыған үлесін қосқан аға бауыр үлкен кіші баршамыздан Алла разы болсын. Ел аман, жұрт тыныш болсын ағай. Рахмет айтқандарыңыз келсін. Айтқан ағамыз отыр. Сол кісінің осы қатымханаға арнап жазған бір өлеңін оқып берейін. Ассалаумағалейкум, асыл елім, қолындағы көк тудай желбіреген жасыл елім, ауылындағы қуанышқа ортақ болып, қонақ болып келген елім. Міне бүгін ауылында қатымхана бой көтерді, жарқырап нұрын шашып жан-жағына, жаратушы жан алма ауылымды жеткізді бір арманына. Осы қатымхананың іргетасын көтерген ауылымыздың барлық жамағаты, жастары еңбектерін ақталсын, ел жұртының жүректерінде есімдерін мәңгі сақталсын. Ел жұртына осындай қатымхана салып берген, бар күш қуаттарын аямаған ел жұрттарын аялаған пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа алейхиссаламның жасыл туы саялаған біздің ауылдың азаматтары міне осындай деп айтан ағамыз өзінің жүрегінен шыққан бір өлеңін жазып кетті. Соны сіздерге оқып беріп тұрмын. Рахмет аға. Бас имамымыз Керімбек бауырымыз жамағатқа арнап бірер уағызын айтайын дейді. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmet, rahmatullah.
әдеттердің қанатысы, сіздер мен біздерді жоқтан бар етіп жаратқан, жаратып қана қоймай ақыл, сана, сезім берген, әлхамдулилля, мұсылманмын дегізіп қойған Алла тағалаға барлық мақтаулар болсын. Адамзаттың ардақтысы болған, пайғамбарлардың соңы болған, және де қиямет қайымға дейін өзінің хақ ислам жолына шақырушылардың ұстазы болған ардақты пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға жиі салауаттар мен сәлемдер болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті жерлестер, Алланың берекеті, жақсылығы, мейірімі сіздермен біздерге төгіле берсін. Алла тағалам әрқайсыларыңыздың арайлап атқан ақ таңдарыңызды нұрлы, күндеріңізді шуақты, өмірлеріңізді берекелі, денлеріңізді қуат етсін деген құрметті ағайын. Мінекей кезінде осы былтырғы жылдықта көп күмбезі көкке таласқан сәулетті де зәулі мешіт бой көтеріп, халық игілігіне берілген еді. Сол кезде осы қатымханасының іргетасын қалағанын көріп, бір қуанған едім. Осы ауылда ауызбірлік керемет екен. Осы ауылда ұрпақтар өсіп өніп жатыр. Демеуші жігіттер, қалталы жігіттер көптеп өсіп шығып жатыр. Мінекей көп түркіше көл дегендей жан-жақтан жабылып, мінекей нәтижесін көріп, мінекей қатымхана ашылып, халық игілігіне беріліп жатыр. Қатымханаларыңыз біріншіден құтты болсын, құрметті ағайын. Қазіргі таңда небір ағымдар бар, өздеріңіз білесіздер. Анау харам, анау бидғат, анау деген сияқты неше түрлі анау деген сұрақ белгімен қоятын небір ағымдар бар, Алла сақтасын. Бұл қатымхана негізгі Құдай тамақ беру, Құран оқу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям «Иқрау сурату Ясин аля маутикум». Сендер қайтыс болған жақындарыңа Ясин сүресін оқыңдар дейді. Енді бұл жерде қатымханадағы берілетін жаңағы ауызашарлар бар, берілетін астар бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан сахабалар сұрайды: «Я Расулалла, Алланың құзырында ең жақсы амалдар қандай?» деп. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям деп жауап берген екен. Яғни Алланың құзырындағы ең үлкен сауапты амалдар біреулерге дастархан жайып тамақтандырсаңдар, және де танитын танымайтын адамдарға сәлем беріп жүрсеңдер, осы үлкен сауапты амал деген екен. Мінекей осы жерде қаншамалаған ауызашарлар береді, қаншамалаған мұқтаждарға қайырымдылық шаралар жасалады, қаншамалаған дастархандар жайылады. Мінекей осы ниетімізді Алла тағала қабыл етсін деген құрметті ағайын. Ауызбірлік болған жерде береке орнайды. Өмір деген теңіз, ода жүрсем демейміз, ізгілікпен жасалмаса кемеңіз дейді. Әрқайсыларыңыздың өмірлеріңіз теңізде ізгі амалдарыңыз көп болсын деген құрметті ағайын. Арнайы осы Бозтоған ауылынан келген жайымыз бар. Бозтоған ауылынан келгендегі мақсатымыз ас беру мәдениетін, астағы ысырапшылыққа жол беру мақсатында, және де сонымен қатар зират және зиярат мәдениетін сол Бозтоған ауыл халқына түсіндірме жұмыстарын жасады. Ысырапшылыққа жол беру және де зиратта қазір ата абыроймен асқақтатпай бірізділікте қабірлері тастар қойылса деген мақсатта сол уағыз насихат жүргізіп жатырмыз. Сөйтіп елдегі имам бауырымыз Керімбек имам осындай Мұқыр ауылында осындай бір қатымхана ашылып жатыр. Сол жерге бір арнайы болып сыйлы қонақ болсаңыз, сол жерде үлкен кісілермен, апалармен, ағалармен жүздессеңіздер, қолқа салғаннан кейін арнайы келіп жатырмыз. Келудегі мақсатымыз біз бекер тегіннен келген жоқпыз, құрметті ағайын. Ауылдарымызда осы Танияр деген ағамыз имам бұл кісі. Бұл кісі өзінің шама шарқынша алған білімін халық игілігіне сусындатып, алған білімін халық нәрімен сусындатып жатқан ағамыз. Бұл кісі денсаулығы сыр берді. Өздеріңіз білесіздер, қан қысымы бар.
Онан бөлек қант ауруы бар. Ол ауру жегідей жеген кезде адам шыдауы мүмкін емес. Соның бәріне сабырлықпен шыдап, төзеп беріп жүргеннен кейін Данияр ағамызға осы кішкене денсаулық беріп жүрген естігеннен кейін біз өзі имам адамдарымыз қандай жағдайда болса да мешіттің қызметіндегі тазалықшы болсын, күзетші болсын, қандай қарапайым жұмысшылар болсын, біз тосын сый жасайтын имамдарымыз. Сол осы Данияр имамға, осы ендіге имамдар, Көкшетаудың имамдарының атынан арнайы енді бір үлкен бір сыйлығымыз бар. Қабыл алыңыздар, ол қандай сыйлық деп ойлайсыздар? Айтыңыздар. Умраға сыйлық, Аллаху акбар. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы Жетісу облысы Бозторғай мешіті жалпы енді Көкшетаудан болғаннан кейін өзінің әріптестерімен бірлесіп барлық имам адамдар халықтың алдына болғаннан кейін осы умра қазылығына арнайы сертификат ұсынып жатырмыз. Алла бұйырса қай фирмамен баратыны бүкіл діни басқарманың мақұлдаған Тауақ Тревел компаниясымен барады, оны ары қаратай ұйымдастырып шешеміз. Алла қаласа умра қазылығыңыз құтты болсын. Сонымен қатар құрметті ағайын, хатымханаларымыздың төрінде ілініп тұрышта, мен хатымхана ашылғаннан кейін тегін келмейік деп, Алла Тағаланың 99 сипаты жазылған кереметтей бір сыйлықты тарту етеміз. Бауырымыз жетіп отыр, міне облыстық имам умраға сертификат тапсырып отыр. Құтты болсын. Алла нәсіп етсе, бұл да бір Алланың сыйы ғой. Сіздің келдіңіз. Алла еліңізге сауығыңызға шипасын берсін. Сауық болсын. Қонақсыз ғой өмірде. Мен жүрегін ашармын десем, ауылдың имамында жүрегін ашар екен. Елжірек бетті, әрине, қуаныштың жасы. Солай түсінеміз. Амин. Parça dağıttım. Ağırlıqasına oturan ağırlığımızın iyilikine жарасы olan bütün artıklarımıza ve sağlık başlarımıza emanet Allah. Құрметті ағайын, мына өздеріңіз білесіздер, көрші ауылда біздің үлкен елдің анасы болған социалистік еңбек ері Зілиқа Жанболатқызы Тамшыбаева деген апамыз болды. Сол кісі тіршілігінде осы көзіміз көріп жүрді. Қай жерге жиналысқа барсақ та айтатын еді: "Ай жігіттер, ең бірінші ауыз бірлік керек" деп. Міне бүгін Мұқыры ауылының жұртшылығы сол үлкен ауыз бірлікті көрсетіп, міне осындай қатырханаға жетіп жатқан жағдайымыз бар. Осы жұмыстардың басталуынан бастап, мына ауыл жастарына, анау Алматыдан Сансызбай бауырымызға, мына жақтан Сәткерім бауырымызға, мына жақтан Абу Айдар, Сой Айдар десе жігіттер жақсы біледі.
Мына Қалияс бауырымыздан, мына Барлыбек ағамыздың отбасы, ана Аманжол Жолбаев бауырымызға қаншама көптеген азаматтар осы тікелей осы қатымхананың аяғынан тұрып кетуіне ұйытқы болды. Енді мына бүгін қазір ортамызға сол осы жұмыстарын бәрі басы қасында жүріп, кәдімгі жұмысқа келгендей осы Жұмай ағамыз, ауылдың ақсақалдар алқасының төрағасы, Күрішбай ағамыз бар, Орынхан бауырымыз бар, Жандос бауырымызды ортаға шақырайын деп тұр. Бұл кісілер осында қол ұшын беріп жұмыс жасаған өзінің енді мынау бұл садақа деген нәрсе жаратушы Алла айтады екен, мына оң қолыңмен беріп тұрғанда сол қолың көрмесін деп. Енді кейбір азаматтар алып кеп өз үлесін қосып жатыр. Керек жоқ, мен жарияқыма мына менің шын жүрегіммен берген осы көмегім болсын деп жатыр. Жаңағы біреудікені айтып жатырмыз, біреудіке айтылмай қалып жатыр. Ешкім ешқайда қалған жоқ. Тек көңіліңізбен ең ақыраяқ келіп өшерге бір жұмыс жасап, өшердің тазалығын түсіртіп алғанның өзі мен ойлаймын бір үлкен сауап деп. Сондықтан сөзді ауылымыздың ақсақалы Жұмай ағаға береміз. Тағы да амандасып қояйық. Ассалаумағалейкум ағайын туған. Бүгіннен біздің ауылымызда өсі қуанышты жағдай. Жаңа облыстан келген Молдакеңнен бастап тілегін айтты ғой. Ол тілекке біз ешкімді қосып алмаймыз. Тағы тілектің үстіне тек қана жақсылығын молынан қылсын. Осы қатымхананы енді анан айтамыз да мынаған түсіп кетеміз. Осы қатымхананы басталғалы 2 жылдың көлемінде аяқтауға шамамыз келді. Соған жаңа айтып кетті талай адамды. Түгел ауылдың азаматтан ешқандай ештеңе салмақ сағамыз жоқ. Өзінің алдына келіп, өздері келіп салды. Жаңа айтылған істің ішінде Мырзағали деген ініміз келіп өзінің атын салды. Жаңағы Аман деген жігіт мұнда бүгін жоқ. Ана Бәтима бақындасымыз келіп жұмысын еңбегін салды. Ананың аты аталып, мынаның аты аталып кетпесе мен аталмай қалды деп айтпаңыз да. Әшімхан да түгел айтып келеді, әлде айтамыз осы келесі сөйлеген сөзді. Осы дүние енді Алланың айзалығы үшін жиған тергеннен әлгі мешітімізге қол қайық садақа берген азаматтардың бағы жанып, балалар өсіп өлсін, осы садақа алған заты еселеніп келсін. Осындай садақа әлде алды ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, осы қалыптасуға Алла нәсіп етсін. Енді аздаған түгел емес, сонда да жаңағы атсалысқан жігіттерге аздаған сыйлық ұсынсақ па дегенбіз енді. Оламал том болмайды, жол болады деп, соған рұқсат етіңіздер. Мына жерде төрімізде ауылымыздың ақсақалы Барлыбек ағамыз отыр. Сол кісінің отбасына рахмет. Міне бүкіл бала-шағасының атынан өшерде Рүстем бауырымыз келіп, осы қатымханаға көптеген өзінің үлесін қосып көмегін жасады. Барлыбек аға, жеңге екеуіңізге бала-шағаның қызығын көріп, осы солардың ортасында шапқылап жүре беріңіз аға. Осындай Рүстем сияқты бала тәрбиелеп, ауылда деген міне жанашыр болған сізге көп рахмет. Мына салып жатқан кезде жазда бір шипырымыздың шеті бір 3-4 шипыр жетпей қалды мына шет жағында. Өздеріңіз көрген шығарсыздар. Барлыбек аға бір 10 рет звондады. Ашеке, анерде бір 3-4 шипыр шетіне жетпей қалыпты ғой. Міне үйінде жатып, осы ауылдың қашан қатымханасы бітеді деп ағамыз сондай бір ризамыз аға сізге. Екіншісі, мынау бір шеті бүкіл Қалияс бауырымыз шақырайық деп отырмыз. Қалиястың да мына Диас бауырымыз міне осы жердегі жастардың ішінде ұйытқы болып, осы көптеген шаруаның басы қасында жүрген жігіттердің біреусі. Сондықтан
Ортаға келсе ортаға келсе. Аргүмекке болады, Қалияс тұрып береді. Бәрі түсіп жатыр ғой. Құрметті жерлестер, құрметті жамағат, осы Мұқыр ауылында туып өскен, Мұқыр ауылында тұрып атқан ағайын туыс. Міне көріп отқандай өздерің ауылда үлкен шаруа, мына қатымхананың ашылуы, салтанатты ашылуы болып жатыр. Бүткіл ел, ағайын туыс, алыс жақындағы осы ауылға қатысты адамдардың бәрі, жанашыр адамдардың бәрі бар қолынан келген көмегін көрсетіп, міне бүгінде үлкен істің басы-қасында отырмыз, құрметті ағайын. Енді барлықтарыңыз білесіздер, бұны ұйымдастыру, жүргізу, осы деңгейге жеткізу оңай дүние емес. Жашын Қанстайш айтып жатыр ғой, мына Күрішбай ағамызды, Жұман ағамызды, кәдімгі Орынхан бар, өзінің үйінің жеке басының шаруасындай бәрін қойып, қысты жазы осында жүрді. Кеше мына үлкен мешітіміз ашылса, міне бүгін қатымханамыз ашылып жатыр. Бүгінде міне айтылып жатқан ниет тілектер, ана облыстан келіп Құран бағыштап, дұға оқып жатқан ата-бабаларымызға беріліп жатқан ас бәрі қабыл болсын дейміз ағайын. Ауыл бірлігіміз нығайып, ауылдағы әрбір шаруаға жанашырлықпен қарап, қолдау көрсетіп, алыс жақындағы ағайын жасап жатқан еңбектеріңізге Алла разы болсын. Рахмет. Рахмет. Келесі осы жамағаттың атынан бір шапан Ризат бауырымызға. Ризат бар ма екен өшеді? Осы Ризат бауырымыз өзінің қасындағы жігіттерімен бірге осыны суға тікелей салған осы Ризат бауырымыз. Ризат, саған да айналайын рахмет. Бала-шағаның қызығын көр, жігіттерге қасындағы көп рахмет. Осы Алла сізге алдыңыздан жарылқап, бала-шағаның қызығын көріңіз. Келесі жамағаттың атынан бір шапанымыз Шұғай бауырымызға. Бер қарай келсеңіз. Ал шәке, барлық ағайынды басын қосып, осы жұмыстарға ұйытқы болған азаматтың біреусіз, сізге зор денсаулық, отбасыңызға амандық тілейміз. Әр уақытта осылай жоғарыдан көре берейік. Bir ауыз тілегіңізді айтыңыз. Ассалаумағалейкум, құрметті көпшілік. Барлықтарыңызға Алланың рахмы, пайғамбардың шапағаты болсын. Осы мына ашылып жатқан қатымханамыз ұзағынан болсын. Осы біздің ауыл тұрғындары мәңгі игілігіне жарасын. Оның мына жалпы ауылымызда осыған ас салысып, көмек етіп жатқан азаматтарды Алла жарылқасын. Рахмет айтқаныңыз келсін. Енді мына көріп отырсыздар, ішіндегі мына перде дейміз ғой енді. Осыны өзіміздің ауылымыздың тумасы, біздің құрдасымыз Қанабек молда болған атамыз, сол кісінің қызы Бәтима өзі келіп, міне менің осы жерге қосқан үлесім, көмегім болсын. Мынаны мен сіздерге осыны сыйлық етейін деп келіп, міне жасап көмектесті, қасында қыздармен бірге. Сондықтан Бәтима, келіңіз бер қарай. Сізге де мына елдің атынан, бүкіл ауылдың атынан көп рахмет. Отбасыңызға амандық тілейміз. Әр уақытта бала-шағаңыздың қызығын көріңіз. Рахмет. Міне 50 жыл ауылдан кеткеннен кейін білеміз, Бәтима оқу бітіре сап мектепті кетіп қалған Алматыға. Содан 50 жылдан кейін келіп, осы мына көмектесейін деп келіп көмектесіп жатыр.
Келесі мына Майдан ағамыздың келіні Жанар қарындасымыз, Жанар келін өшірді. Осы қатымханаға келіп еңбек еткен қол ұшын осы еңбекпен жасаған қыздарымыздың біреуі. Сондықтан сізге де зор денсаулық, отбасыңызға амандық тілейміз. Осылай әр уақытта көп рахмет. Ауылдық әкімшілігіміз бар. Осы сіздердің аттарыңыздан алғыс хат дайындағанбыз. Құрметті Сәметұлы Тілек, сізге Мұқыр ауылының Қамбар Сұлтан мешіті жанындағы қатымхананың ашылуына белсене атсалысып, рухани құндылықтарымызды жаңғыртуға қосқан үлесіңіз үшін алғыс айтамын. Сіздің жомарт жүрегіңіз бен бауырмалдығыңыз көпке үлгі. Жасаған қайырымдылық көмегіңізді Алла тағала қабыл етіп, екі дүниенің жақсылығын нәсіп етсін. Еліміз тыныш, жұртымыз аман, жаңа қатымханамызға жақсылықтың ордасы болсын деп осындай ауылдық әкімнің атынан міне соны табыс етуге рұқсат етіңіз. Туды осындаймен Мұхаммед Қалиұлы Бектай, Бақытқанұлы Мұса, осы жігіттер міне осы қатымхананы салған жігіттер. Ерғали ұры Мырзағали, үш қазанның авторы. Кімге қазан керек болса, телефон шыққан соң жазып алып қаласыздар. Сүгірбек Мәке Нұрмұхамбетұлы, Наурызбек Азамат Серікұлы, осы газды жүргізген жігіттер болады. Мына Серік біздің мамасы келмеді ме сонда? Ойшылы Мадияр Маратұлы, Марат келесі. Ойшылы Бақтияр Тимурұлы, Сағынбекұлы Қадіретхан, сіздер тамағала отырыңыздар, шай ішіп. Қыздар шайды қайталап жүріңіз. Қыздар Жексенбиев Амангелді Жарықбаевич, Деңгелбаев Көжен Ерболсынұлы, рахмет. Мұхаммед Берді Назарбек, Назар бастаған ауылдың жігіттері мына стол орындықты өздері қолдан жасады. Мына осындағы жаңағы Тимурдың балалары бар, Мараттың балалары бар, осындағы жігіттердің барлықтары. Шамшудин Рүстем, машинасы бар жігіттер осы сөп-одаяқ болсын. Любой аяқта күндіз түн демей, құм десек құм, топырақ десек топырақ, бәрін жеткізіп берген осы жігіт. Ашурова Роза Ахмет қызы. Өткеннен бері осы бүкіл шаруаға араласып, осы ыдыс-аяққа шапқылап талай бізге ұрысқан Роза жеңгеміз. Құтты болсын.
Eşlik gittik. Құтты болсын. Мұхаммед Садық Болжас Мұхаммед Кәрімұлы. Дәурен шығасам. Дәурен шығасам. Болжас деген батыр мынау ай күндіз-түн демейді ғой. Машинасымен, джиппен де шауып келеді, нивамен де шауып келеді, прицепті тіркеп алып, ойбай Олжас, тужа біздің былай айтқанда пожарный болды, МЧС болды. Ой Олжас міне десең тура күндіз-түн демейді, абдан ризамыз. Қамашұлы Ербол. Құрмаш ұлы Бақтәлі. Смағұлов Жақсылық Сайланбай ұлы. Сүгірбекова Жанаркүл Тоқтасын қызы. Жанаркүл. Ал Жанаркүл қолаяңа дерт бермесін. Әр уақытта сенің мына күрішің тек жақсылыққа пісірілсін. Мына күріштің авторы осы Жанаркүл. Жабықбаева Рысқан, елеусіз қызы. Рысқан. Қанабек қызы Бәтима. Бәтима жуаман деп құрдас болғысын қайта-қайта бәрін еріп жатырмыз енді. Тазабек, Тұрарбек. Қаяқты екен осы? Бол. Смағұл Тоқтархан. Ал құрмет ағай, мынау Тоқтархан бауырымыз енді ол әкімшіліктің қарамағында да істейді, бірақ менен сұрасам ақша алмаймын дейді. Трактормен бүкіл ауылдың мусоры да бар, басқасы да бар. Жаңағы отын тасу, отын шығару, бүкіл ауылдың жұмысы осы Тоқтархан бауырымыздың мойнында. Оның сыртында 5 аспап, қолынан келмейтін жоқ. Осының мына су жүйесін жүргізудегі еңбектің барлығы, мына жақтағы көптеген шаруалардың барлығын осы Тоқтархан бауырымыз жасады. Біз ризамыз. Шегенбаев Данияр Алмазұлы. Данияр баламыз мына жылу жүйесін жүргізген, қасындағы жаңағы Серіктің баласы бар, өшеде біраз жігіттер, ауылдың балалары. Алладан қайтсын міне, осын барлық жылу жүйесін жүргізген осы жігіттер. Туғанбаев Тұңғышбай Жолдыбайұлы. Рахмет. Бұл жерде кафел жұмыстарының Алмас екеуі бірге жасады. Қасымбаев Алмас Қастайұлы. Сапаров Амангелді. Мұратбек Ержан Ілиясұлы. Ерлан? Бауырың несін ала? Тілеубаев Ерлан. Айтбекович. Ерлан. Көшір, тікада. Көшірді тұр. Келатыр. Қасенғазылы Өркен. Өркен жоқ па? Мамасайды. Құрметті ағайын,
енді ауылдастар, енді біреудің жасаған шаруасы аздап қалып жатса, ескерілмей қалып жатса, кешірім сұраймыз. Қолғабыс жасап, көмек жасап, осыған қол ұшын беріп жатқан барлықтарыңызға, келген жамағат, қадамдарыңызға нұр жаусын. Алладан сауап, еселеп қайтсын. Көп рахмет сіздерге. Білесіздер, ауылымыздың театры бар, бірақ ауданда істейді. 28 күні сағат 2-де мына ауылымыздың мәдениет үйінде үлкен театрдың концерті болады. Тегін келіңіздер, көріңіздер, сол қатысып. Мінерден енді өшірде көрші ауылда біздің Сапар ағамыз келіп отыр. Ол ауылда мешітте бар, қатымхана да бар. Бірақ сонда да болса, өшірде Мақаш ағаларымыз бар, ниеттес болып, осы шаруалардың тілектес болып, өз үлестерін қосып жүрген Қазақстан ауылдың ақсақалдар алқасының төрағасы Сапар ағаға бірауыз бүгінгі қуанышқа жиналып отырған көпшілік ағайын ассалаумағалейкум. Бүгінгі күні мынау Мұқыр ауылында, ауылымыздың орталығы осындай қатымхана салып, ағып айтылғандар қаншама жігіттер атсалысқан, айтылған бар, айтылмаған бар. Соның бәріне рахмет айтамыз. Бұл енді жақсылық дүние, жақсылыққа қарай жүру керек қой. Басымыздан өтті, бұрын өздеріңіз білесіздер, өмірден өткен ағайын болса, үй-үйді ыдыс аяқ палат құрып, орындық деп тентіреп бармайтын жеріміз жоқ. Соған қатты қиналушы еді. Енді бүгінгі күні өмірге қарай өмір өзгеріп келе жатыр. Алдыға қарай жүріп келе жатырмыз. Енді еліміз тыныш болып осындай әрқашанда тек қана осындай дастархан қуанышта қайтсын. Мынау енді өмірге келгендей, біреуін бір тірде қуанамыз, өлгенде қайғырамыз. Сол қайғырып осындай өмірден өткен ағайындарымыз, туыстарымызды аттандырып салу үшін ақырғы сапарға осындай міне жақсылық жасалып жатыр. Осындай жақсылық бола берсін. Еліміз аман болсын. Мынау енді осындай қуанышқа облысымыздан, ауданымыздан міне имамдарымыз қағысып тілек келіп жатыр. Жаңағы өзіміздің ауылымыздың имамы Дәниярымызды құрметтеп, міне жаңағы қажыға жолдама беріп жатыр. Ол да бір игілікті іс, ауылымыздың осындай өркендеп келе жатқаны және ауылдың еңбек етіп жүрген азаматтарды сыйлағандық деген. Ол енді құтты болсын Дәнияр әке. Сен де жаман жұмыс жасап жүрген жоқсың. Елдің мұсылмандыққа осындай елге бауырып, осындай тіршілік жасап жүргеніңе рахмет. Енді ауданнан облыстан келген үндерге сіздерге көп рахмет. Осы жерде осының бәрін басқарып жүргізілген артымыздағы мына ділінде атап айтпай-ақ қояйын, бәрі реттеріміз ғой артымызда. Шаруашылық басқарған, әрқайсысы өз-өзіне қызмет жасап, елімізге қызмет еткен азаматтар ортамызда жүріп, міне осындай басқарып беріп, осындай жүгіріп жүргеніне рахмет. Айналайын, өте мынау енді айтайын деген, мынау кішкене өзім шығарған деуге де болады енді. Бата десең, бата болсын, басқа десең, басқа болсын. Мынау Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла, еліме тыныштық, мынау еліміз амандық, бақыт тілеймін. Соның ең бірінші бізге керегі жұтатын ауамыз, ішетін суымыз, жейтін нанымыз таусылмасын. Аспанымыз ашық болып, айымыз оңынан тұрсын, күніміз сөнбесін. Сұңқарымыз аспанда қалықтап,
туымыз тұғырынан түспесін. Еліміз тыныш, бала-шағамыз аман болып, ел іргесі тыныш болып. Рахмет бәріне. Рахмет айтқаныңыз келсін. Енді мынау сәл бір асқан бар. Аз ғана қалды. Мынау алтынның тұяғы дейді ғой, мынау ортамызда ұлағатты ұстазымыз Нұрболда атамыздың қызы Рамиға апайымыз отыр. Bir ауыз қыздардың атынан кәдемізге сөз берейік. Rahmet ede, rahmet. Ağırmanız özünüzde şartlar güle veriniz. Dahiyar ağırınıza veriniz. Ağırınızın imamı. Жаңағыда өздеріңіз естіп жатсыздар, облыстық имамның қолынан умраға сертификат алды. Бұл да Алланың бір үлкен сыйы деп ойлаймыз. Сондықтан сапарыңыз ақ болсын, аман есен барып қайтыңыз. Енді мына бір батаңыз өзіңіз. Al paket koyun, paket konuş. Allah'tan toyuyor yerinde bazı mazatmakta öbür elinin rahatlığa. Kuryetlere kuryetli cemaat bugün avlumuzda Aytakoy Akbiyem'in karnılarından bildim. Sonunda hüküm olur. Orada avlumuzda, Beşiktaş'ta, Adnadey'de, Kadınların salonunda ben sonra geldi koyası olursunuz. Orada yediğimden bugün en başta beyinde onu Allah'a yediği halka kız verirsin oladı. Onların rızası için az verirsin oladı bu yerde. Kur'an okulasın oladı, dua okulasın oladı. Orada sizlerin olsun kuralının ilgili cevap kız verirsin oladı. Bir adamıza işten ekleyin yaşlarımız. Cansız önden, cansız davranışlar, adamlarla tım azizliğin adılar. Beni şimdi gördüğümü çıkartan yüreğimde Allah diye canım var. Yüreğimde kayıp mansap sonunda belki onun bağımdan sonunda bayrağının bağıyesini söndüm. Nasıl bayrak bir Allah'ın yolunda. Benim için kereyimde verilgen yetkilerin, İngilizlerin, kerilerin şiirödüm alanlarının varlığın boyundaki bilgilerinden tökülgen. Sanitörlük söngenge kısım kısqa, eyvallar bir kısım kısqa. Yalqan ömür, vakıtça serüvenin bakılık oyundan ömür tuttusqa. Oturup ahirette oylasan, oralarda duraklarda oylasan, namaz oku, kulsuzluk etaplara, sonunda canın jay tabadı orasanmayın. Mene atalarımız aytqандай көптен түскен асқа болып, көптен дұғасы қалып деген, міне осы Қазықпара деген жерге отырмыз. Енді баршамыз Алла разы болсын. Осы Қазықпараның салынуы, осы ауыл халықтың бірлігі менен, берекесі менен, игілігі менен, жақсылығы менен көріп жатыр. Алла баршамызға разы болсын. Үлкен рахмет, үлкен алғыс. Allah razı olsun. Rahmet barşanıza. Hürmetli ağabeyim. Yetmala arkadaşlarımla Oğuz'dan, Ağlan'dan, Ağlan Keribat'tan imamlarla ülkün rahmet, ülkün algız. Bu kişilerge. Buna bende Umra Karlığı'na sertifikat verip tanıştan olur.
елден дуаным жатырмын қатты. Иә, оқып жатырмын. Иә, мына соның ішінде көрді. Елге деген менің өзім бауырым бар. Жаңа айтып отырмын, сені мемлекет жақсы көрмеген. Иә, Алла разы болсын. Алланың рахмы, мейірімі, берекеті пайғамбарымызға бар. Рахмет айтқансыз. Жаңа азын-аулақ ауылымыздың азаматтарының еңбегіне елеп жатырмыз ғой. Мына ортамызда Женя деген азаматымыз отыр. Мына Михноның немересі. Енді осы бауырымыз жасыратын жоқ қой, бүкіл ағашты кесіп жүр, барлық жұмысқа қатысып жүр. Осы жердің өзі білесіздер, баяғыда тоғай болған. Соның осы мешіттің орнын, осы қатырхананың орнын, барлығын тазалап, атсалысқан осы Женя бауырымыз, Евгений. Bir келсеңіз бері қарай. Бұл өзі негізі Женя Россиядан келген, бірақ келгеннен бері қазақша сөйлеп, қазір өзімді жандырып. Сондықтан Женя бүкіл елдің атынан, бұқыры жамағаттың атынан сізге зор денсаулық тілейміз, отбасыңызға амандық тілейміз. Әр уақытта осы істеп жатқан еңбегінің жемісін көріп, бақытты болайын. Сол сияқты бір жігітіміз бір жерде жаңа келмей қалыпты, Сыдыржан Әділет деген жігітіміз. Осы негізі мына қатынқара бұл жерде мамасы отыр екен, сондықтан мамасына Базархан тәтемізге табыс етейік. Ал енді құрметті ағайын, мынау келіп, осы мешітіміздің ашылу салтанатына келіп жатқан қадамдарыңызға Алла сауаптан жақсын. Енді осы ашылудың өзінде үлкен жұмыс. Оған бүкіл ауылымыздың әкімшілігі, әкімінен бастап, бүкіл Алқа Жалтарбай атындағы мектеп, мынау мәдениет үйі, Қызғалдақ балабақша, архивіміз өшірді, жаңадан көшіп келіп жатқан. Ауылдық амбулатория. Енді бүкіл ел болып, жұрт болып, өшірге көмектесіп жатсыздар. Сіздердің барлықтарыңызға, ұжымдарыңызға көп-көп рахмет. Әр уақытта осылай үлкен ауызбірлікті көрсете беріңіздер. Сіздер осындай ауылымыздың намысы үшін қай кезде болатын тұратындарыңыз білеміз, сондықтан қол аяқтарыңызға дерт бермесін. Әр уақытта осы Алланың жолына жасаған жақсылықтарыңыз алдыларыңыздан егеселік қайтса келді тілейміз сіздерден, Алладан. Бұл жерде үлкен қариямыз Күтібай аға, өзіңіз бір ауыз тілегіңізді айтыңыз, одан кейін асқа айырамыз. Құрметті ағайындар, бүгін ел болып, жұрт болып, бәрі жасалатқаны, қатынқаны, перуатқанаттан қабыл болсын. Күшбаймен Жұмай, Әшімхан, бәрінің басқа достар көбе кетіріп, отбасының амандық берсін айналайындар. Бәріміздің денсаулық алып берекеден құтты болсын. Рахмет. Сөйлемейтіндеріңіз бар ма? Тілек айтам дейтіндеріңіз. Ағайындар бүгін осындай ғимаратта халықтың игілігіне беріліп, бүгінгі осыған қызмет жасаған азаматтардың бәрінің арқасы алып жатыр. Енді бұның бәрі бірліктің, осы ауылдың бірлігінің арқасы. Осы әлгі қазір айтып тектіден текті туады, текті тұқым қуады. Мына мешітті салғаннан бері Сатпай ағамыздың баласынан бастап, мінекей осы ауылдың азаматтары жаңа құм топырағын сүргенге дейін осыдағы бәрі атсалысып осыны отырған шектердің бәріне рахмет айтамын. Барлықтарыңды бақытты болыңдар, өмір жастарың ұзақ дәулетті болыңдар айналайындар. Өркендерің өсе берсін, бақытты болыңдар. Енді мына Данияр Молданы өзім осы жерге Алматыда жүрген жерінен хабарласып, осында алғызып,
13 жылдан бері осы ауылда мешітте қызмет етіп жатыр. Осыдан 1-2 жыл бұрын кішкене қозғап осында ауылдың жастары біраз шұғылдатқан. Сол кезде мен осы ауданның молдасына езілбекке барып айналайын бұл адамға тиіспеңдер. Бұның ешқандай жазығы жоқ, жақсы қызмет атқарып, елдің құрметіне иеленіп жүрген азамат деп айтты. Міне бүгін осы еңбегін ақтап, ауданнан, облыстан келіп мынау азаматтар, облыстың мүфтиі келіп мінекей жаңағы неге қажылыққа қолына құжаты берді. Өзі көзіне жасалып жатыр. Әр азамат осы Данияр сияқты қызмет ететін болса, елдің мен ойлаймын осы ауылдың анық өз сүйкімді азаматының бірі. Сіздерге көп рахмет айтамын. Облыстан келген, ауданнан келгендер бағалап осы біздің азаматымызды. Осында жаңағы дәрежеге жеткізіп, жаңа көзіне жасалып жатыр, еңбегінің ақталғанына қуанды ғой. Енді ана балам осында шапқылап біраз жұмыс жасап жүрді, сонда мен сұрайын. Айналайын мынау ие болып баскөз болып жүрген адам бар ма деп. Ой, бұнда Әшімхан ағамен жаңағы ақсақалдар алқасы болып жүрген Жұмай ағамыз екеуі осының басында кезек-кезек келсең болды тауып аласың. Күрішбайды айтып отырмын, Күрішбай жаңағы. Енді осы азаматтардың да осында еңбек үлкен. Осы бәрін ұйымдастырып, не керек соның бәрін алғызып, әрқайсына жолығып, шапқылап жүрген. Сонан ағырышсен боламайды, барғаннан кейін хабарласып, қонақта отырса да тастайсан шауып екеуін біреу жетіп келеді. Енді оралғанды да айтып жатыр енді, бәріне, осы азаматтардың бәріне рахмет айтамын. Айналайындар, мінекей осы еңбектерін жанып, бүгін мінекей елге осындай жақсы ғимаратта қатынғананы мінекей бітіріп беріп отырсыңдар. Енді сыртында біраз жұмыс қалды. Соны енді онда азаматтар көтеріп алып атқарып жататын шығар. Осы қуаныштарға көп рахмет айтамын. Осындай мінекей бірлігіміздің елдің жаңағы жұмылып жасаған шаруаларының бәрінің еңбектері ақталып, халықтың игілігіне беріп отыр осының бәрін. Айналайындар бәрін осы еңбек сіңірген бәрін аман болыңдар. Қуанышты күндері көп болсын, жақсылық болсын, бастарыңда амандық болсын. Отбасыларына амандық тілейміз, денлеріне саулық тілейміз. Енді мынау жаңағы айтып жатырмыз ғой, қол қайыр деп. Оның ішінде расында да мүмкін жаңағы айту керек па, айтпау керек па, бірақ сонда да болса мына Сәткен бауырымыз, Абдрахмановтар отбасы, оның ішінде Олжас та бар, Мақсат та бар, мынау Сансызбай бауырымыз, анау Алматыда жүрсе де осы ауылыма деген жүрегін жаңағы бұрып бері қарай көмектесіп жүрген мына Абуов Айдар деген бауырымыз, мына жылқыны берген сол жігіт. Мен енді бір шетті күйеу бала ретінде Балбаевтардың күйеу баласы ғой. Біз енді жастар Айдар сояды десе жақсы біледі. Сондықтан сол бауырымызға мысалы, өшерде Рүстем бауырымыз бар, мына көптеген шаруаларға. Өшерде мына Аман деген жігіт бар, Қызылорда дейміз ғой енді. Мына Келік көшесі басында тұратын. Сол бауырларымыз қаншама мына жаңағы өнерде бастаған, Ризат бастаған жігіттер осы жерде кәдімгідей тұрып, істеп, бітіріп, аяғына дейін бітірді. Сондықтан енді айналайын ағайын, енді біреуіміздің атыңыз аталып, біреуіміз аталмай қалса да, жаратушы Алла бәрін көріп тұр ғой. Сіздерге көп рахмет. Енді кешірім етіңіздер егерде біреу еңбек жасап, оны айтылмай қалса, мына өшінде жүрген қыздар бар, жігіттер бар, тамаққа жасап жатқан, мына бүкіл мектеп ұжымдары жаңа айтып жатқан, балабақша, басқа да өшірдегі мәдениет үйі, дәрігерлік амбулатория, барлықтары келіп атсалысып жатқан, сіздерге көп рахмет. Алладан айтсын, басымыз тек жақсылықта, тойда қосылуға Алла нәсіп етсін. Енді мына ас қайырды 3 дүркін республика чемпионы бата беруден, облыс чемпионы Данияр бауырымызға береміз. Ilahi amin.
Ya Allah, Kazak'ın yerini bir yolda biriki verdik. Bilginin Allah almasın, o kalayı ötüp etsin, muaf basın, köylüyü ötsin, can basın. Yakalarından düşman almasın, dostlarının kömürü kalmasın, kömürlerin köküye sanmasın. İlkin evin solmasın, alaboza baslasın, adam ekin korlasın. Yalpaklattan deryavga böten konut konmasın. Tıkken tuğu Kazak'ın küngüselik yollasın. Kapı olup karıya kalmayla solmasın. Bizikteki sevginin bakaytığı tonmasın. Kırsı kayta salmasın, ahır topur olmasın. Can karadan almasın, böyle tökleri salmasın. Toplaslagan azamatlar örgüt altın almasın. Yeni bilgen prezidentimizin 2 yılı kalmasın. Köyler olsun tamtıran, derya olsun kaptıran. Aman oğlu prezidentimiz asılı düşsün altıdan. Kol 1-2 yetmesin yıkan tümenin altıdan. Batıdası kaplasın, mengü vakit yapmasın. Peritola Kazak'ta ülkesini kaplasın. Perisini saklasın, kırsığından saklasın. Tedbirin gözlüğünü saklasın, tekaparlıktan saklasın. Allah'tan raham diyelim, Peygamberden şefaat olsun cemaat. Amin. Allahu Ekber. Rahmet. Çıkarttım. Thank you.